Mana jaz kelip күнүсү baratат. 80% musulmanбыз деп көкірегімізге ұрабыз, Құдайыма шүкір. Пайғамбар айтады, ла ядхулу джанната дайюс. Бейішке дайюс кірбейді дейді. Дайюс қызына, ежесіне, қарындашына, өмір жолдашына, аял затына қызғанбағандар дейді. Қызғанбаған деген манisi аялы кімменен машинеге түшіп кетті, кімменен жетелешіп жүреді, кімге чачын қарматып атады, кімге башын қарматып атады, кімге массаж қылдырып атады. Намыс қылбағандар. Жас келген кезде 80% мұсылманмын деп көкірегі ұрғанменен біздің қыздарымыз да жарышып атады. Көптеген мұсылманның қыздары емнеменен жарышып атады. Кім көп ораза қармайды, кім үйіне ораза шыққаны, ораза қармаған адамдарды кім көбірек шақырады, кім көбірек тәсбih айтады, кім көбірек Құран оқып деппі. Бұлар да бар, бірақ өте аз. Көпшілігі кім көбірек жерін ашады, кім көбірек шешінеді. Урматтуу мусулман бир тууган, азыр эгер силердин каршыңарга мен шортук менен чыксам, баарыңар таң калып мындай дейт элеңер. Дамылага эмне болгон? Дамыланын бир чилиясын кылыш керек экен. Дем салдырып коюш керек экен деп. Чыныгы ислам дини ауратур ражул, эркектин аураты киндиктин астынан тизенин астынагыча бек болуш керек. Эгер чыныгында кээде ысыкта мен майкачан бир жерде иштеп жатсам, мен үчүн күнөө эмес, менин ауратым жабык. Бирок мен майкачан базарга барсам, барын күлөсүн. Bir-бириңе айтап SMS тартып жез, эртең эмеде көрөсүн. Интернеттен. Бирок мага күлүп атасың, кызың, карындашың мен төшөккө кийбегенде кийип жүрөт го. Биздин кыздарыбыз, аялдарыбыз, эркектер төшөккө жаткан кезде кийбеген кийимдер менен көчөдө жүрөт. Жабык жеринен ачык жери көбүрөөк. İslam dinimizde ayal zatının bardıq denesi avrat. Yüzü menen koludan başka. Yüzü açık, kolu açık жүрсе болады. Бирок İslam жаңы башталган кезде кулдар бар эле, күңдөр бар эле. Күңдөрдүн авраты эркектерге окшош биргеликте аркасы да көрүнсө, күңдөр желкесин жабышка иштемеси жок эле. Ошо күң аялдарга ал жери ачык болсо болот эле. Бүгүн баары эле күңгө кетип атабы? Kur erkin ayal emes mi? Kulдар mı bunlar? Bardığıyla arkası açık. Hurmatlı musulman bir tuğan, bunday külüp başka kılavuz, birok bunday öylesen oşo. Je Taykeng'nin kızı, je Baykeng'nin kızı, je Koşnağın, je başkan, barımızga tiyешesi var. Biz ayılda tarbiya көрген кезде atavuz, jeğin kıska, je Maykaçan otursak, kızıl etіңді жашырғын балам деп чүпчейт эле. Уят деп. Бүгін балдарыңа уят деген сөзді айтшы. Ата-аны жейби, жейчеби дейді. Көптеген уят эмне экенин билбейт. Рамазанда мана ораза кармаган адам, Кудай Таалам жолунда ораза кармадым деп өтө кыйналасың. Айлана чөрөң бардык жанагы. Өткөндө бир борбордук мешитке бир аксакал жумага келем дейт. Жумага келип Ош базардан маршрутка чыксам, бирөөсү келип жарыма чыгып аптыр дейт. Киндигин асты көрүнүп, киндигин астында түктөрү көрүнүп турат дейт. Bir istiğfar айтып, tasbihimди тартып, молдоке дейт, биякты карап отурсам, экинчиси келип бияка туруп алды дейт. Эч кыйналып кеттим акыры. Сени тарбия кылган атаңа, энеңе наалат болсун, жап. Түшүп кеттим машинеден дейт. Башка айла жок дейт. Сени тарбия кылган ата энеңе наалат болсун дедим дейт. Сени тууп өстүргөн, сүт берген ата энеңе наалат болсун деді. Айла жоқ. Маршруткадан түшіп қалдым дейді. Эмне кылсын аксакал? Аксакал да жолдан азгырып атат да. Жума калган даратын сындырып.